үйді жалға аласың, сосын оны Airbnb платформасына шығарасың. Сонымен бітті миллиондап ақша істейсің. Стресс, депрессиялық бір уақыт болған. Сол өткен кейін көптеген үйлер жанып кетті. Көпірден секірдім, 106 қабатты үйден секірдім. Ең бірінші бізде бар ерекшелік басқалардан бұл біздің мәдениетіміз. 6-7 рет түрлі кәсіптерді ашып, солардан банкроттыққа ұшырап, 10 банкомат бір шамалап 1000-1500 айына әкеліп тұратын болады. Мейрамхана саласы өте күрделі, әсіресе Нью-Йоркта. Мұнда негізі конкуренция өте көп. Сол жағынан мен ойымша Қазақстанда істеген дұрыс. Немесе сізде Қазақстанда жағдайыңыз өте нашар болса, онда әрине Америкаға келе беріңіз. Құрметті достар, біз енді қазір Нью-Йорк қаласындамыз. Осы Ғани ағамыздың бизнес туралы кішкене сұхбаттасуды жөн көрдік. Айта бер бауырым. Сәл не болып кетті. Енді бұл интервью емес, әңгіме. Алғашқы сұрақ, дәл осы бизнеске қалай келдіңіз? Қашан келдіңіз? Ол бизнеске қашан келдік десек, дәл осы үй стилдегі үйге байланысты біз алдыңғы жылы келдік. 2021 жылы соңында. Негізінде менде жеке өзімде бір алдыңғы жылы бір стресс, депрессиялық бір уақыт болған. Сосын мен сол уақыт кезінде неге 3-4 ай бойы басқа неге штаттарға ұшып кеттім. Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Негізінде мен бірінші волонтерлікке кеттім. Калифорнияда нелер өрт болған, сол өрттен кейін көптеген үйлер жанып кетті. Соны қалпына келтіру үшін мен ерікті волонтер ретінде кеттім. Сосын сол уақыттан кейін бағдарлама біткен соң мен көп сол жерлерде қыдырдым, көпірден секірдім, 106 қабатты үйден секірдім, банджи джампинг деген. Сосын анау судың бойында ұштым, көптеген нелерді көрдім да, сондай бір стресс, депрессиялық уақытқа адам түскен кезде мен ойымша басқа бір неге кетіп, сәл бір үйлесімдік табу үшін сондай неге кеттім. Және сол уақыт кезінде шабыт пайда болды, жаңа көзқарас болды. Осы уақыт аралығында ойладым, қандай бизнес ашқан дұрыс деп. Өйткені мен көбінесе жеке кәсіпкерлікте жұмыс істеймін. Сол жеке кәсіпкерлікте осындай бір бизнесті Airbnb туралы, жалға беру туралы үйлерді ақпаратты көп оқыдым, көрдім ютубтарда блогерлер айтқанын. Сосын ойладым, егер ашатын болсам, мысалы басқа конкуренция жаңа басқа бір үйлерден біз қалай ерекше бола аламыз. Сосын ойладым көп. Ең бірінші бізде бар ерекшелік басқалардан бұл біздің мәдениетіміз. Мысалы Airbnb платформасында көптеген үйлер бар, әртүрлі әдемі де, әдемі емес те, ерекше де. Бірақ олардың арасында жаңа қазақ үй, қазақ жаңағы дәстүрмен мәдениетін істейтін үйлер жоқ болғандықтан мен ойладым, бұл біздің жаңағы ағылшын тілінде айтқанда competitive advantage, жаңағы конкуренциядан, бәсекелестіктен асып түсетін бізде ерекшелік осы болады деп, осындай бір стильдегі үйлерді құруды ойластырдым негізінде. Осы басты идея. Бірінші жаңағы идея бұл кәсіпкерлікке келу, екіншісі бұл басқалардан ерекшелену, және үшіншісі ең маңызды бұл осы Airbnb танымал платформасы арқылы қазақтың мәдениетін жаңа шетелдіктерге, америкалықтарға таныстыру. Осы керемет. Шынымды айтсам, менде келген кезде бір ерекше бір сезім болды. Қазақстанда жүрген сияқты кішігірім атмосфера пайда болды. Жалпы осы енді жылжымайтын мүлік бизнесі ғой, енді бұл жалға беру. Осы салада жүргеніңізге сонда қанша жыл болды? 2 жыл болды ма? Осы салада менде, жалпы мен үй саласындағы, бірақ басқа сәл осы саланың ішіндегі суп салаға байланысты бір 4-5 жылдай болған шығармын. Ал осы кәдімгі Airbnb үйлерді толықтай отбасы нелерге, шетелдіктерге, америкалықтарға беру, бұл неше? 1 жыл болды, қателеспесем. Алдыңғы жылы желтоқсан, қазан, қараша айларында аштық. Негізі 1 жылдан асты. Керемет.
жалғасын таба берсін. Ой, рахмет. Осы бизнеске келерде қандай кедергілер болды, қандай қиындық болды? Кедергілер негізінде көп болды. Біріншісі, толық ақпаратты сен белгілі бір жаңа саланы бастаған кезде сенде толық ақпарат жоқ та. Қаншалықты ол істе қаншалықты ол дұрыс жүреді, дұрыс жүрмейді. Негізінде ютубта блогер тағы да басқа өзін сол салада бизнес дейтін гурулар айтқан кезде олар сома, сосын сан, статистиканы үлкейтіп көрсетеді да. Сосын адамдар соны қарап бәрі ойлайды, мынау енді өте жеңіл, үйді жалға алда, жалға бере сал, ютубқа неде Airbnb-да, сонымен бітті миллиондап ақша істейсің. Олар көбінесе солай істейді, сосын олар өздерінің курстарын сатады. Америкада көп сондай ментор дейді, тағы да басқа, олар өздерінің курсын солай сатады. Мен де сатып алғам, досымыз екеуміз соны бір қарап, бірақ негізінде ол ақпараттың барлығы тегін ютубта табуға болады. Міне, бірақ олардың айтқан сандары және сен шынайы практика жүзінде істеген кезде сандар енді бір 50% әлдеқайда төмен болады. Сондықтан олар мысалы үлкейтіп көрсетеді, сен жаңағы. Сосын олар тағы да жеңіл дейді, өте жеңіл, жай ғана отыра бересің, бәрі ақша өзі келе береді. Негізінен олай емес, өзінің қыр-сырлары өте көп, жиі белгілі бір проблемалар да болады. Қонақтармен де проблема болады, біреулер адам саны мысалы бір көрсетеді, бірақ адамдар саны факт ретінде кірген кезде 2 есе, 3 есе көп болуы мүмкін. Яғни қонақтарды алдау мүмкін. Жаңағы біз мысалы 5 адам ретінде кіреміз, кейін қарасаң камерадан сыртта 15-20 адам кіріп кетеді, ондайлар да болуы мүмкін. Сосын бізде мысалы түнгі 11-ден кейін жылауға болмайды, көршілер ұйықтап жатыр. Ол кезде де кейбір адамдар ол ережені бұзады, немесе үйдің ішінде пәтерде шылым шегуге болмайды, кейбіреулер шегеді, сосын кілемді тағы да басқа іздерін қалдырады. Сондай негізінен мысалдар өте көп. Сондықтан сен сыртта іздейтін ақпарат ол бір, бірақ практика жүзінде істеген кезде ол мүлдем басқаша. Және сен табатын табыстың саны мөлшері енді 50% кем дегенде 50% төмен болады. Сондықтан осы барлығын есептеп алдын ала білген дұрыс болады деп ойлаймын. Бірақ ең біріншісі бұл тәжірибе алған соң адам мысалы минусқа кірсе де, немесе ісі жүрмесе де, бірақ бұны негізінде біз мектеп ретінде бағалаймыз да. Осы мектептен тәжірибе алып, әрі қарай болашақта немесе басқа бір сала, немесе осы сала, бірақ модификациялаған түрін жасап, менің ойымша болашақта белгілі бір жетістікке жетуге болады деп ойлаймын. Тағы бір сұрақ, мысалы сіздің енді бизнес модель, былайша айтқан кезде сіз бір үйді бірнеше уақытқа жалға алып, одан кейін оны күндеп, мысалы болмаса апталап солай бересіз бе? Әлде сіз тікелей үйді сатып алып? Мен негізінде үйлерді жалға алам. Бұнда негізінде мынандай Airbnb rental arbitrage деген бір сөздер бар ағылшын тілінде. Бұл жаңағы бұның мағынасы үйді жалға аласың, сосын оны Airbnb платформасына шығарасың. Міне, сондай негізінде мен жұмыс істеп жатырмын, өйткені үйді сатып алуға бір жағынан ол өте қымбат, Нью-Йоркта әсіресе. Екінші жағынан бұның белгілі бір рискілері көп та, өйткені сен сатып аласың, көп мысалы кредит нелерді алып, ал егер ертең болашақта белгілі бір мәселе туындаса, жүргізе алмасаң тағы да басқа, оны бірақ сен төлеу керексің. Сол жағынан сәл риск тәуекел көбірек болар еді. Сондықтан мен әзірше айтқанда бірінші осыны мектеп ретінде бағалап жатырмын. Бірінші жалға алып, тексеріп, көріп, кейін мүмкін болашақта басқа штатта ма істеуге, немесе басқа бір модификациялаған түрін ба істеуге болады. Әзірше тек қана бұл үйрену. Атын қазақ үйі деп қойыпсыз, House of қазақ. Осы жерге көбінесе енді қазақтар келіп жатады ғой, бірақ тағы да басқа қандай ұлттар, жалпы осындай үйлерге келетін аудитория туралы айтсаңыз. Аудитория бізде негізінде бір 95% бұл шетелдіктер. Шетелдіктер дегенде бұл
енді біз Америкада тұрғандықтан бұл америкалықтар, жергілікті халық. Сосын Еуропа елдерінен, оңтүстік Америка елдерінен қонақтар келеді. Соның бізде аудитория бұл 95% солар. 5% бізде мысалы бос күндер болған кезде біз өзіміздің жаңағы қазақтар бір нелер келеді, жұмыс бойынша, тағы да басқа бойынша оқу жағынан соларды бөлмеге кіргіземіз. Ал былай негізінен біздің 95% аудитория бұл айтқанда америкалықтар, шетелдіктер. Олар толықтай үйді жалға алады, отбасы ретінде, бір топ ретінде, достар келеді. Әсіресе Нью-Йоркқа көптеген америкалықтар басқа штаттан келеді, немесе шетелден бізде көбінесе Франция елінен келеді, сосын Ұлыбритания елдерінен келеді, Австралияда бар, Канада, оңтүстік Америкадан да көп адамдар келеді. Осы біздің 95% аудитория. Кәсібіңіздегі жоспарлар қандай осы? 5 жылдық, 10 жылдық деген сияқты. Мен негізінен 5 жылдық келесі жоспарым бұл, мен осыған дейін көптеген қателіктерді істедім. Жалпы бизнес жағынан, тағы да жоспарды таңдау, өмірлік жоспарды таңдау жағынан. Сол мен ойымша адамдар белгілі бір, әр адамның өзінің бір өсіп пісетін кезеңі болады. Кейбір адамдар ерте өсіп піседі, кейбіреулер кеш, мен мүмкін солардың қатарынан сәл кешірек. Сондықтан қазір мен бизнесті көбіректе түсініп тұрмын. Көптеген нәрселер оған дейін істеген дұрыс болмады, дұрыс таңдау болмады. Енді қазіргі таңда мен көптеген кітаптар оқимын, бизнес жағынан өте көп. Соған байланысты осындай бір қарапайым қағидаларға келдім. Ең біріншісі, бұл адам ақшаны негізінде дұрыс үнемдеп сақтап білу керек. Ол ең біріншісі. Бірақ бізде мысалы Қазақстанда мен ойымша көп адамдар оны дұрыс түсінбейді. Өйткені мен туыстарым арасында да ондай жиі болды. Олар мысалы ақшаны үнемдеу мүмкін дұрыс тамақтану үшін. Немесе тағы да бір маңызды бір нәрселерге олар ақшаны үнемдейді, бірақ маңызды емес нәрселерге, мысалы киім сатып алады, ондайлар олар ақшаны шашады. Сол жағынан ол негізінде приоритет дұрыс емес. Ең біріншісі, мен ойымша адаммен мысалы тамақтану, денсаулық, оларға дұрыс ақша көлемінде бөлу керек. Өйткені бұл сенің денсаулығың, ол сен бір өзіңді көлік ретінде, автомат ретінде бағаласан, бұл ұзақ мерзімге егер сен дұрыс тамақтанбасаң, дұрыс ұйықтамасаң, жылы жерде, таза жерде ұйықтамасаң, онда сенің денсаулығыңа кері әсер етеді болашақта. Және сен өзің тауар ретінде дұрыс құндылықты шығара алмайсыз. Сол жағынан біз приоритетті дұрыс қою керек. Біріншісі ол денсаулық, сіздің ұйықтайтын жеріңіз, ұйықтайтын таза киім, тағы да басқа бұл ең маңызды. Оған ақшаны аямау керек, мен ойымша. Бірақ мысалы киім сатып алу, iPhone жаңа шығады, iPhone жаңа сатып алады, көліктерді жаңа бір маркасын сатып алу, мен ойымша ондайларға ақша шашпаған дұрыс. Әзірше оны сізде кәдімгі бизнес болған кезде және бизнестен бірталай тұрақты түрде пайда алған соң осындай заттарды алуға болады. Сондықтан менің ойымша бірінші қағида бұл ақшаны дұрыс сақтау керек. Бірақ тек қана ақшаны сақтау, ол сізге ешқандай пайда келмейді. Өйткені жыл сайын инфляция болады. Сол инфляция жинаған ақша жеп қойды. Сондықтан тек қана ақшаны сақтап, ол сізді қаржылық тәуелсіздікке әкелмейді. Сақтау ол бір, екіншісі сіз ылғи да ойлау керексіз, ақшаны қалай сіз көбейте аласыз, әртүрлі инвестициялық жолдарды іздеу керексіз. Сондықтан белгілі бір кішігірім бизнес бастаңыз, қосымша мүмкін сізде қазір жұмыс бар, жұмыстан міндетті түрде бірден кетудің қажеті жоқ. Басқа бір кішігірім жолдарды іздеп, сонда ақша салыңыз, көріңіз, тағы да басқа. Бірақ негізінде инвестиция жасаған кезде байқап жасау керек. Ешқандай да бизнесте жаңағы әртүрлі, қалай сізге айтсам, тәуекел бір кейбір адамдар айтады, жаңағы криптовалютамен, тағы да басқа бір сондай істермен айналыспаған дұрыс, немесе құнды қағаздарға салыңыздар. Қазір өте адамдар бәрі миллионда істеп жатыр. Ондай айтатын нелерге байқаңыз, өйткені мен өзім солардан бірталай ақша жоғалттым. Сондықтан сіз білмейтін жаңағы және әртүрлі
қалай айтсам спекуляциялық емес нәрселерге сол жобаларға ақшаны салмаңыз. Менің ойымша жоғалтасыз 99% кезде. Міне осы мүмкін ең бастысы. Менің қазіргі нақты жоспарым бұл мен айтқандай біріншісі бұл ақшаны сақтап білу, өзіме қойған қағида. Екіншісі бұл ақшаны көбейту, және қазіргі таңда мен мысалы Airbnb менде тағы да банкоматтарды бастадым. Нью-Йоркта жаңа ATM банкомат, соларда белгілі бір бизнестерде мысалы дүкен тағы да басқаларда мен солардың басшыларымен, иелерімен сөйлесіп, сол жерлерде өзінің банкоматтарын қойып, сол банкоматтарда әр адам ақша шешкен кезде содан бірнеше доллар табам. Содан менде қазір 4 банкомат бар. Менің келесі жылы жоспарым солардың санын 10-ға көбейту. Олар енді көп ақша келмейді, айына мүмкін әр банкомат бір $100 ғана, бірақ сонда да бұл сізге бір пассивті түрде ылғи да табыс әкеліп тұрады да. Мысалы 10 банкомат бір шамалап 1000-1500 айына әкеліп тұратын болады. Міне, содан бір табыс болады. Екіншісі осы Airbnb және басқа менде хостелдар да бар. Солардың барлық жиналған табыс бір жылдың ішінде мен тырысамын жинап ландромат ашуға. Ландромат деген мысалы бізде Нью-Йоркта көбінесе киімдерді жуу ол үйдің ішінде жоқ, жаңа киім жуатын машинкалар, бұлар барлығы сыртта. Сол сыртта жуатын киімдер арнайы бір жер ландромат деп аталынады. Сонда көбінесе 20-30 киім жуатын машинкалар, және адамдар Нью-Йоркта сыртта жуады, үйде жумайды мен қандай. Сол менің мақсатым осы келесі жылға ақшаны жинап, арнайы бір капитал, сол және жарғы капитал, соны жинап, сол дайын жұмыс істеп жатқан мүмкін 10 жыл, 15 жылдық ландроматты сатып алу. Міне, сосын қосымша әрине маған кредит алу керек болады. Міне, сол ландроматты сатып алам, құдай қаласа жоспар бойынша, және содан түсетін пайданы мен екінші, үшінші бір ландроматты ашып алып, сол бір 3-4 ландроматты сатып алсам, келесі осы 3-4-5 жылда, және содан түсетін пайданы мен тек қана жылжымайтын мүліктерді сатып ала бастаймын. Және менің ойымша жылжымайтын мүлікті мен көбінесе бір басқа штаттарда, менің ойымша бір ішкі Midwest, ішкі штаттарда, орталық Америкада сатып алам деп ойлаймын. Өйткені оларда арзан сатып алу, үйлер мысалы Нью-Йоркпен салыстырғанда бір 5-6 есе арзан. Сосын олардың әрине жалға берген кезде ондай Нью-Йоркта сияқты көп емес, бірақ менің ойымша ол жерде өсіп өнуге, жетілуге әлдеқайда ыңғайырақ болады. Осы менің жоспарым. Сол үй саласы, жылжымайтын мүліктерді сатып алу. Бірінші мүмкін бұл адамдар тұратын үйлерді, кейін мен ойлап тұрмын тағы да жылжымайтын мүлік, бірақ бизнестерге жаңағы бірінші қабаттағы бизнестердің жылжымайтын мүлік ретінде соларды сатып алу. Осы мақсат. Көп рахмет. Мына жоспарларыңызды бір бүкпесіз, бір шынайы баяндап отырсыз. Бізде жас кәсіпкерлерге бір осыдан бір мотивация алып, бір рух береді деп ойлаймын. Сіздің былай жоспарларыңыз және қазіргі істеп жатқан жұмыстарыңыз. Менің білуімше, сіз осында жүргеніңіз 8 жыл болды, иә? Иә. Осы Нью-Йорктағы 8 жыл өміріңізде бұған дейін осы бизнеске дейін қандай кәсіппен айналыстыңыз? Бұған дейін істеген кәсіптерім өте кішкентай болған, бірақ бірталай 6-7 рет түрлі кәсіптерді ашып, солардан банкроттыққа ұшырап, ары қарай істеп, сондай нелерім көп болды. Мен бірінші мұнда не істедім? Мұнда кітаптарды саттым. Бізде мұнда кітапханаларда ескі кітаптар сатылады, $1 көбінесе бағасы. Солардың мен бір 30 шақтысын, 50 шақтысын сатып алып, Бруклинда соны жаңа метромен Манхэттенға барып, бір стол сатып алғам. Сол столды ашып, үстелді сол сыртта сата берген. Ол мен бірінші болдым, сондай бір кішігірім кәсіпкерлігім Нью-Йоркта, Манхэттенда. Бұл енді өтпеді. Өйткені көп адамдарда мен түсінген бойынша оларда кітап онлайн, телефонда немесе аудио кітаптар, сосын ешкім сатып алмады. Сол мен бірінші жоғалтқан немесе тәжірибе алған жолым сол болды. Сосын екіншісі, мен
бір кезінде бір дүкенде жұмыс істедім. Балмұздақ сатушысы ретінде Нью-Йоркта, Манхэттенда. Сосын мен сатқан кезде балмұздақты мен сол сатушы ретінде кірген кезде, сатуды бастаған кезде менің арқамда, менің жеке пікірім бойынша, сатылымдар бір 2-3 есе өсті да, өйткені мен өте жақсы сатушы болдым. Клиенттермен сөйлесіп, сосын клиенттер маған көп шайға қалдыратын, өйткені мен олармен менің пікірім бойынша өте дұрыс сөйлейтінмін, олардың жаңа сезетінмін оларды. Сосын сол балмұздақтарды сату арқылы мен күн сайын көрдім, сатылымдар $1000 болған күн сайын. Сосын мен ойладым, мына балмұздақты сату негізінде оңай, неге мен өзім оны ашпасқа. Сол жаңағы жұмыс істеген кезде демалыс күндері мен іздейтінмін, қай жерде арзан балмұздақтарды сатып алуға болады, соның барлығын зерттеп. Кейін балмұздақтарды енді сатайын дедім, бірақ балмұздақтарды сату үшін сыртта сенде арнайы бір лицензия болу керек. Оны өкінішке орай ол кезде Нью-Йорк әзірше бермеді, өзінің бір лимиті бар. Бірақ дегенмен де мен сол жұмыстан шығып, мен сыртта су сататынмын, сосын бір ананастарды сатып алып, жаңа ананастарды кесіп, оны бір жаңа pineapple sticks ретінде соларды сататынмын. Сосын попкорн, тағы да басқа сыртта өзім жүріп сататынмын. Бірақ менде лицензия болмағандықтан жиі полиция артынан қуып, қуып шығатын. Өйткені тамақ, су сатсаң, сенде арнайы бір лицензия болу керек. Оны бермеді өкінішке орай, алайын десем. Мен көбінесе осындай заттарды, тамақ заттарды мен ресми түрде емес, әртүрлі жаңағы жиындарда, парктерде адамдар жиналған кезде, концерт, солардың сырттарында тұрып сататынмын. Сосын бір ойыншықтар балаларға сататынмын, түнде жанатын әртүрлі LED нелермен. Сондаймен әйтеуір сатып, енді полиция жиі қуып еткендіктен оның сәл жолы болмады, енді оны да доғардым. Одан кейін мен қателеспесем Қазақстаннан қолдан жасалған бұйым заттарды сатып алып, осында сататынмын Манхэттенда. Ол да көбінесе жүрмеді жалпылама. Кейін ол жүрмегендіктен мен Нью-Йоркта көрдім, Манхэттенда адамдар суреттер салатын, көрген шығарсың, мынандай бір $5 Нью-Йорктың суреті ішінде бар, бір білмеймін, Мерлин Монро, тағы да басқа адамдар сыртта стөлді ашып солай сататында. Сосын мен соны көріп ойладым, ол оңай сияқты бизнес. Сосын адамдардан сұрасам, сатушылардан, сіз осы суреттерді қай жерден сатып аласыз? Ешкім айтпайтын. Сосын бір күні мен ойладым, үйден стөлді әкелдім да, Бруклиннан Манхэттенға метромен бір жарым сағат бойы жүріп, түнгі бір 9-дарда келдім, солардың қасына отырдым, қарама-қарсы жерде. Бірақ олар білмеді, енді анда сататын адамдар танымайды ғой мен. Мен қарама-қарсы жерде стөлді қойып, түнгі 1-2-ге дейін отырдым. Сол түнгі 1-лерде мен көрдім, бір газель келіп, сол жаңа сатушыларға нелерді, дайын суреттер сондай бір қораппен әкелетін. Сосын мен соны көріп, қуанып, сол жаңа газельді таситын адаммен сөйлесіп, онымен мекенжай, жаңа адрес бәрін, нөмірін алып алып, сол келесі күні барып, солардан сатып алып, өзімнің стөліме әкеліп, мен де сата бастадым. Сондай да болды. Сондай бір ютубта бір видео бар, бір кісі мені сол сұхбат алып, мен сатқан кезде мен соның несін сілтемесі жіберем, қызық. Сондай. Негізінде мен сол кішігірім кәсіпті бастап, сосын банкрот болған кезде, мен сол уақыт аралығында жұмысқа баратынмын. Жаңа бір грузчик ретінде, немесе бір мейрамханаларда официанттың көмекшісі ретінде. Бірақ мен бір ай, 2-3 ай істеп, ақшаны сәл жинап, ылғи да сол жұмыстарды доғарып, қайтып бизнеске кететінмін. Бірақ солай бір 7-8 рет банкрот болып, сондай жағдай өте қиын болды алғашқы 3 жыл. Кейін осы мен бір досыма бір бизнес идеяны бердім, жаңа хостел жайлы, бұл жігітте үй болған. Сосын біз сол жігіттің үйін пайдаланып, сондай неге хостелдарды істей бастадық. Кейін хостелдардан кейін мен айтқандай жаңа Airbnb бастадым.
кейін банкоматтар бастадым сондай. Сосын негізінде менің бір беретін кеңесім, Қазақстанда да көптеген адамдар, олар мен айтқанда біріншісі көп материалдық нәрселерге көп көңіл бөледі да. Жаңағы iPhone ылғи да болу керек, керемет киім, керемет көліктерді да кредитке алады, кейін таксист болып жұмыс істейді, немесе айфондарды кредитке жыл сайын алады. Мен үшін, және менің ойымша, және Америкада да көптеген тұрғындардың түсінігі бойынша ол сәл жұмсақ айтсам бір күлкілі да. Өйткені адам жаңағы менің ойымша материалдық құндылықтарға етпеу керек. Өзім жесем, киінсем, тағы да басқа. Мұнда бір кітап бар жақсы, Start with Why деген. Неге, не үшін деген сұрақпен баста әр нәрсені. Менің ойымша бұдан бір терең философия бар. Егер сен мысалы қаржылық жағынан тәуелсіздікке немесе бір дәулетке қол жетем десең, сен оның артында бір үлкен сұрақ болу керек. Не үшін, неге деген. Яғни сенің неге, не үшін сұрағын, сол сенің ең басты мотивацияң болады. Сен мысалы ойламау керексің, мен күн сайын жаңа iPhone, күн сайын киім, өйткені бұл сен мотивацияң болса, менің ойымша ол дұрыс емес. Сенде бір рухани ма, немесе бір терең не үшін мен осыны кәсіпті, не үшін мен дәулетке жеткім келеді, сондай бір сұрақ болу керек. Немесе сен мысалы, мен өзім тәуелсіз болғым келіп тұр, мен отбасыма жағдай жасағым келіп тұр, мен қоғамға, халыққа белгілі бір жағдай жасағым келіп тұр, немесе мен қоғамды жаңа бір даму саласына әкелгім келіп тұр. Сондай сенде бір үлкен не үшін деген сұрақ болу керек. Мысалы, Илон Маскты алатын болсақ, бұның мысалы бұл кісінің мақсаты адамзатты Марсқа келу. Соның жаңағы не үшін ол SpaceX Тесланы ашты, оның өйткені басты бір терең сұрақ, өйткені мен адамзатты Марсқа келгім келіп тұр. Оның көрдіңіз бе, мотивациясы сондай терең болу керек та, рухани түрде. Мысалы, сіз бизнесті ашам десеңіз, бірақ сіздің астыңызда, оның астында бір терең сұрақ болу керек. Не үшін? Мүмкін сіз болашақта бір үйсіз адамдарға көмектескіңіз келіп тұр, немесе сіздің оның артында мен бір коммерциялық емес жобаны ашқым келіп тұр. Қазақстанда болсын, басқа бір жерлерде белгілі бір адамдарға немесе жануарларға көмектесу үшін, оны істеу үшін сізге бірталай қаражат керек. Сол қаражатты қалай аласыз? Бұл мысалы кәсіп арқылы. Сондықтан сізде бір терең философия болу керек. Екіншісі, менің айтатыным, бұл сіз ешқашанда қорықпаңыз біреумен жаңағы бизнеспен бөлісу. Мысалы, егер шынайы сізге мен осы бизнесті үйренем дейтін адам келсе, сіз оны жаңағы Қазақстанда мен білем, көп адамдар жаңағы бөліспейді, айтқысы келмейді. Америкада да бірталай қазақтар ешқашан бөліспейді. Сондай. Ол негізінде дұрыс емес, ылғи да бөлісу керек. Егер шынайы адам, істейтін адам болса, айтыңыз қалай мысалы ақша табуға болады, қиындығын тағы да басқа айта беріңіз, бұдан ешқандай несі жамандығы жоқ. Менің ойымша ол міндетті түрде сіздің бәсекелесіңіз болады деп, сондайда уайымдап, ұйықтамай, ол негізінде дұрыс емес. Өйткені әрбір сала өте терең. Мысалы, Airbnb саласын алсақ та, неше бір 3-4 миллиардтық сала жыл сайын, тағы да бір қазақ қосылса, мен ойымша мен одан банкрот болмаймын, немесе 6 миллиардтық долларлық өнеркәсіп ол банкрот болмайды. Сондықтан адамдар сәл, мен ойымша Қазақстанда сәл басқаша түсіну керек та. Және екіншіден, сен мысалы басқа бір адамға көмектессең, менің пікірім бойынша бұл жаңа сен біреуге көмектессең, бөлісіп, егер ол кісі ертең көтерілсе және ол дұрыс адам болса, ол да мысалы бір отбасына пайдасына келеді, қоғамға пайдасына келеді. Сол жағынан менің ойымша бізде мысалы Америкада көптеген адамдар, менторлар өздерінің ақпаратымен, жеткен жетістігімен ашық, анық бөліседі. Мен соны таңғалдым да, өйткені бұл негізінде өте дұрыс философия деп ойлаймын. Өйткені сен біреуге, дұрыс адамға дұрыс ақпаратты бөлісің, ол ертең көтеріледі, ол да басқалармен бөліседі, ол да бір қоғамға пайда әкеледі. Және мысалы адамдар Қазақстанда бизнеске мен ойымша сәл басқаша қарайды. Америкада мысалы бизнесті адамдар, бизнеске басшылар, иелер оған былай қарайды. Сен мысалы бизнес болса, сен басқа адамдарға, қоғамға сен қызмет көрсетіп жатырсың. Яғни сен бизнесмен ретінде
сен бірінші бұл жеке өзіне ақша табу емес, жаңағы клиенттерден мүмкіндігінше ақшаны сығып алып, өзің бай болу тағы да басқа емес. Мұнда философия басқашада. Сен бизнес иесі болған кезде сен қоғамға немесе қоғамның бір табына сен белгілі бір қызмет көрсетесің. Және сол қызмет көрсеткен кезде сен оны мүмкінше дұрыс, жақсы жағынан көрсетіп, жаңа бір модификация, технологияны енгізіп, олардың жағдайын одан сайын жетілдіріп, жеңілдетіп, сондай жағдайды жасаған кезде сен пайданы алатын боласың. Олар мысалы ұзақ мерзімді қарайды да, сен Қазақстанда мысалы көбінесе қысқа мерзімді адамдар қарайды. Бірден бизнесті басадың ба, бірден ақшаны ал, ол әрі қарай сен бизнесін пайдасы қоғамға бола ма, болмай ма, маңызды емес, ең бастысы мен ақша алсам болды. Америкада басқаша философия. Сен мысалы бір бизнесті басадың, сен оны ақша одан сайын құя бер, бірақ сен бағаны мүмкін төмендетесің, немесе бағаны төмендетпесең, бірақ қызмет көрсету сервистің сапасын сен одан сайын жақсартсаң, сонда ұзақ мерзімде адамдар саған клиенттер табы көбейеді, және клиенттер сен мысалы оларға жағдай жасаған клиент түсінеді, ол клиентті саған жаңағы рақым ретінде сенен тұрақты клиент болып саған ақша келетін болады. Сондықтан мұнда философия әртүрлі басқаша Қазақстанға қарағанда. Сол менің пікірім бойынша осындай тұрғыда қараған дұрыс. Жаңағы басқалармен ақпарат бөлісіңіз, ашық, қорықпаңыз, уайымдамаңыз, біреу сіздің бизнесті басып кетеді деп. Екіншіден, сіз ең бірінші бұл ақша тапқан кезде белгілі бір мақсат, терең сұрақ тұру керек, және адамдарға бизнес бастаған кезде оларға мүмкіндігінше тырысыңыз, сервисті әлдеқайда жақсы беруге, жыл сайын, күн сайын жақсартыңыз. Нью-Йоркта қандай бизнес жасаған тиімді және қанша инвестиция құйған дұрыс? Мысалы, біздің жағдайда Қазақстаннан келетін, бизнес бастағысы келетін жігіттер болса, олар қандай кеңес айтасыз? Мен біріншіден, мен қазір ұмытпай тұрып, көптеген адамдарға рахметімді айтқым келіп тұр. Менің өмірімде мен кездестірген адамдар, мысалы бизнесте болсын, кеңестер берді, кейбір адамдар көмектесті, сосын менің өзімнің клиенттеріме үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Өйткені осы адамдар негізінде, мен енді әрине қазір үлкен бір жетістікке жетпедім, ол мен кішігірім бастамам, бірақ сонда да осы адамдар, өмірде кездесетін көптеген жақсы адамдар маған бірталай кеңеспен де көместі, былай жағдай жасатты, клиенттерге де. Жақсы клиенттер менде негізінде бір 97-98% жақсы клиенттер болды. Олар жаңағы тұран хостелда болсын, немесе Airbnb-де тұрып, жаңағы бірдемені сындырып кетпеді, ұрлап кетпеді. Кеткен кезде мысалы дұрыс жинап кетеді, артынан сондай адамдар менде бір 98% болды. Сол кісілерге көп рахмет. Сосын менің бизнес партнерлерім, кіммен бірге кезінде аштым, немесе қазір аштым, сол кісілерге де үлкен рахмет айтқым келіп тұр. Осы адамдардың арқасында белгілі бір келесі жаңағы сатыға көтерілуге осы кісілер маған үлкен бір септігін тигізді. Енді Нью-Йоркта қандай бизнес ашу дегенде, ол негізінде ондай біртүрлі күрделі сұрақ, өйткені мен көптеген бизнестерде әлі болмадым, мен кішігірім бастамам ғана. Бірақ менің жеке пікірім бойынша, енді кейбір мен білем адамдар, қазақтарымда мейрамхананың бастап жатыр, және тағы да басқа. Менің пікірім бойынша, менде кезінде Қазақстанда мейрамхана болған, мейрамхана саласы өте күрделі, әсіресе Нью-Йоркта өте күрделі. Егер әрине сен жасайтын тамағын мүлдем бір ерекше болмаса, жаңағы вау деген бір эффект болмаса, тамақ саласы Нью-Йоркта өте күрделі, өйткені мейрамханалар өте көп, және олардың жаңағы статистикасын қарасаңыз, мейрамханалар негізінде өте көп ашылып, көп жабылады, көп адамдар банкроттыққа ұшырайды Нью-Йоркта, айтатын болсақ Нью-Йорктың нарығын. Және жаңа мен бір ютубтарда көптеген видеолар қарадым, жаңа мейрамхана бизнес, олардың жаңа табатын табысынан таза табысы бір 10-12% ғана. Жаңа сен мысалы, білмеймін, $10,000 сатылым істесең, сен табатын табысын бір 1000-1500 ғана таза табыс. Сондықтан ол жағынан адамдар байқау керек. Менің пікірім бойынша, адам Нью-Йоркта болсын, басқа бір жерде болсын, бизнесті бастамай тұрып, біріншіден көп сол саланың көп кітаптары бар, көп кітаптарын оқу керек, ол бір. Жаңа мен мысалы қазір мен айттым ғой, ландромат ашқым деп тұр. Мен алдыңғы аптада бір кітапты сатып алып, соны толықтай оқып болдым, жаңа ландромат бизнесін ашу.
сосын Ландроматтың подкастын тыңдап жатырмын. Мен бір 20 сағаттық подкаст тыңдадым, бірақ анда 109 аудио подкаст күн сайын шығады. Соның енді бір 100-ін әлі тыңдау керек. Сол алдымен тыңдау керек, көп подкаст сол салада бизнесті бастаған иелердің адамдарын беретін кеңестерін тыңдау керек. Ең бірінші сол жаңағы ешқашан бизнес демеген біреу естідің тағы да басқа ондай адамдардың тыңдау қажеті жоқ. Бірақ кім осы салада жұмыс істеді, сол кісілерден тыңдау керек, және сол кісілердің жаңағы жазған кітаптарын оқу керек. Бұл өте маңызды. Кейін мысалы енді Нью-Йоркта айтатын болсақ, белгілі бір сала ашатын десеңіз, мысалы банкомат болсын, үй саласы болсын, тағы да басқа болсын, Фейсбукте көптеген сол арнайы топтар бар. Сол топтарға қосылып, сол топтарда ұялмай сұрақ қойыңыздар. Мүмкін басқа сол саладағы басқа иелермен танысып, солармен байланыс жасайсыз. Немесе енді шынайы бірдеме күрделі болса, сол саладағы курстарды да сатып алуға болады. Жаңа иелер сізге барлығын түсіндіреді. Немесе ютубта көптеген видеолар бар, сол салада жұмыс істейтін адамдар. Солардан үйреніп, менің ойымша ең бірінші бұл оқу керек, үйрену керек, дәл сол салада асықпай зерттеңіздер. Кейін ақша жағынан керек десе, менің ойымша ақша енді сізде бір 150 мың, 200 мың доллар болса, сол капиталмен бастаған дұрыс деп ойлаймын. Енді кішігірім одан бастасаңыз, ол енді өте күрделі қиын болады. Жаңағы бизнес туралы менің, егер Нью-Йоркқа келетін болсаңыз, немесе Америкада ашатын болсаңыз, бизнес қазақтарға айтатыным, бірінші жаңағы кеңесім, енді сізде бір капитал болу керек, жарна. Егер бұл капитал сізде болмаса, онда Америкада сіз иммигрант ретінде келсеңіз, сіз ойлаңыз, қай салада сіз мүмкіндігінше көбірек ақша істей аласыз. Мен мысалы алдында бір Uber таксиде жүргем, маған бір жерге бару керек еді, сонда Uberге алып, сонда Uber айдайтын кісі Бангладештің жігіті болған. Мен сол Бангладештің жігітімен сөйлесіп, ол маған айтты, ол қазір Чикаго жақта АЗС-ті сатып алғысы келеді, жаңағы бензинді құятын жерді. Сосын мен таңғалдым да, мен сұрадым, ол бағасы неше оның тұрады? Ол айтады 400 мың дейді. Бірақ мен айттым, сенде ақша бар ма оны сатып алуға? Ол айтты, менде 300 мың бар, мен қазір сол иесімен сөйлесіп жатырмын. Сонда мен одан сұрадым, сен мысалы осы 300 мың долларды сен қалай жинадың? Қиын ғой, Нью-Йоркта бәрі қымбат. Ол айтты, 5 жыл бойы такси айдадым дейді. Сонда мысалы біз онымен бірге сол жүріп бара жатқан кезде калькуляция істедік та, ол айына таза қателеспесем 8 мың ба 7 мың ба табам дейді. Соны енді жылға көбейтсе, бірталай ақша түседі екен. Сонда ол маған айтты, мен мысалы ақшаны шашпаймын, жаңағы жыл сайын айфондарды сатып алмаймын, мен мысалы қыдыруға бармаймын, тағы да басқа бармаймын. Мен аптасына нақты 6 күн істеймін, және бір 10-12 сағат тұрақты түрде жұмыс істеймін. Сол мен таңғалғаным, адам егер өз-өзін ұстап, жаңағы ақшаларды кетірмесе, және тұрақты түрде 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл бойы қандай да бір жұмыста істеп, және ақшаларын сақтаса, 3-5 жылдан кейін адамда осы 300 мың доллар жарна капитал болады. Сол жаңағы Бангладештің жігіт істеді. Мен тағалдым, жалпы үндістер, Бангладештер, Нью-Йоркта олар көбісі жаңағы тамақ тасиды, велосипедпен, такси айдайды. Кейбір адамдар әсіресе Қазақстаннан ойлау мүмкін, ол жаңағы бір таксист болмайтын, бір ешқандай несі жоқ, сондай бір төмен санаттағы адамдар деп ойлайды. Бірақ негізінде олар өте көп жұмыс істейді, жаңа еңбекқорлы адамдар, және тұрақты 3-5 жылдан кейін осы үндіс, Бангладеш, олар үйлер сатып алады, Нью-Джерсиде болсын, Нью-Йоркте болсын, немесе бизнес тайын сатып алады. Сондықтан маған олардың жаңағы істеген стратегиясы ұнады. Сондықтан сізде мысалы ақша болмаса, Қазақстаннан Америкаға келген кезде мүмкіндікше тырысыңыз, жаңағы келесі 3-4-5 жылда тұрақты түрде еңбекқорлықпен ақша тауып, ақшаны ешқайда кетірмеңіз, жинай беріңіз осы үндіс, Бангладеш сияқты. Кейін 3-5 жылдан кейін, менің пікірім бойынша, сіз дайын бизнесті сатып алыңыз. Мен қазір бір кітапты оқып жатырмын. Бұл кітаптың аты Buy then Build. Жаңа бірінші сатып ал да, кейін дамыт, өзгерт, сал деген. Мен ютубта бір миллионер бір кісіге жазылдым, ол ылғи да сондай бір кеңестерді айтады. Сен бизнесті нөлден бастама, бірақ
дайын біреудің бизнесін сатып ал, ол әлдеқайда дұрыс та, және мен соған байланысты кітапты қазір оқып жатырмын. Бұл стратегия негізінен менің пікірім бойынша өте дұрыс. Өйткені сен нөлден бастап бір бизнесті бастасаң, сен жаңағы банкроттыққа түсу келесі бір 5 жылдықта 90% банкроттыққа ұшасың. Егер сен мысалы біреудің бизнесін, дайын бизнесін сатып алсаң, ол бизнес нарықта 5 жыл болсын, 10 жыл болсын, 15 жыл болсын, сен сол дайын бизнесті сатып алсаң, сенің банкроттыққа ұшырау пайызы өте төмен болады да. Бірақ сен біреудің дайын бизнесін сатып алсаң, сен ол бизнесті ол клиентімен бірге сатып аласың, инфраструктурасымен бірге сатып аласың. Дайында саған ештеме басқа керек емес, сатып алдың да бірінші күннен бастап сенде ақша табыс түсе бастайды. Егер сен нөлден бассаң, бір саланы, біріншіден анда үлкен риск, сен оны көтересің бе, көтермейсің ба, көп жарнама істеу керексің, инфраструктураны құру керексің, ол шығындар, күн сайын шығын болады. Дайын бизнесті сатып алсаң, ол стратегия өте дұрыс. Сондықтан менің пікірім бойынша, егер сіз мысалы Қазақстаннан келсеңіз, тырысыңыз қандай да бір салада ақша мүмкіндігінше көбірек жинауға. Мен естідім жаңағы вышкаларда ағайындар көп ақша істейді, немесе мысалы тракистер дейді. Бірақ осы салаларға егер мүмкіншілік болса, сол салаларға басқа бір салалар болсын, ақшаны күн сайын үнемдеп, сақтап, көп ерінбей еңбексеңіз, келесі 5 жылды өзіңізді қатты ұстаңыз. Сосын менің келесі бір кеңесім бұл мысалы IT саласында, немесе мұнда сантехниктер көп жақсы ақша табады, немесе электриктер жақсы ақша табады. Сондықтан сізде енді дұрыс приоритет құрып, стратегияны құру керек. Сіз мүмкіндігінше көбірек сіздің деңгейін, сіздің жағдайыңызға байланысты, сіз қай салаға кіріп, және сонда көбірек ақша таба аласыз. Егер сізде мысалы IT-дан біліміңіз болса, Америкаға IT-де тұрсаңыз, сіздің енді бастапқы жалақыңыз жылына бір минимум $80,000 болады. Мен қазір мысалы IT-ға оқып жатырмын да, өйткені мен түсіндім, сол салада көбірек ақша табуға болады да, кейін сол салада әрі қарай өсіп, әрі қарай көбіректе одан да көп ақша тауып, сол тапқан ақшаны жинап, оны дайын бизнесті сатып алуға, немесе үйді сатып алуға болады да. Сол енді мен кеңесім, бірінші бір салаға кіріп тұрақты түрде жұмыс істеп, мүмкіндікше ақша көп істеңіз, соны сақтаңыз, және болашақта 3-5 жылдан кейін дайын бизнесті сатып алыңыз. Дайын бизнестер көп, мысалы машина жуатын бизнестер өте жақсы Нью-Йоркте, немесе басқа штатта болсын. Киім, кір жуатын бизнес, жаңа ландромат. Кейін мысалы білмеймін, бір АЗС, тағы да басқа көптеген дайын бизнестерді сатып алып, соны ары қарай жүргізіп, кейін содан табатын пайдаңызды үйлерді сатып алыңыз, жылжымайтын мүліктерді. Кредитпен, жаңа моргидж дейді, 20% соның бастапқы жарнасын төлеп, 80% кредит сізге банк береді. Соларды жалға алып, соларды сатып алып, соларды жалға беріп, бір үйден кейін екіншісін сатып алыңыздар. Өйткені біріншіден үй жылжымайтын мүлік енді жыл сайын өседі. Америкада кейбір жерлерде 5%, кейбір жерлерде 8%. Сол 10-15 жылда бұның жаңағы бағасы жылжымайтын мүліктікі өседі, және плюс сіз жаңағы кредитті үйді жалға беру арқылы сол кредитті жауып тұрып, плюс мүмкін бір $200-300 қалтаңызға салатын боласыз. Сондықтан мен ойымша, қазіргі менің ойлайтын стратегиям осы, болашақта осыны жүзеге асырамын деп ойлаймын. Сол қазақтарға барлығына осындай бір кеңес. Және Америкаға келем дегенде, сіз ойламаңыз, сізді Америкада біреу күтеді, сізге бір жағдай жасайды. Мұнда негізінен Америкада өте қиын, жұмыс өте көп істеу керек, ешкім сізді күтпейді, ешкім сізге көмектеспейді, жағдай мұнда негізінде өте қиын. Менің негізінде кеңес беретін, сіз Қазақстанда болсаңыз, және жағдайыңыз жаман емес болмаса, Америкаға келмеңіз. Өйткені сіз Америкада өте көп сіздің өміріңізді осыда жоғалтасыз. Жаңа нөлден бастайтын болсаңыз, Америкада сіз кемінде 5 жыл, 3 жыл жоғалтатын боласыз. Қаншама стресс аласыз, депрессия аласыз. Көптеген мысалы адамдар, Америкаға келетін иммигранттар, олар жетістікке жетпеді. 90% күйеді. Мысалы хостелдарда, басқа жерлерде тұрған адамдар болды. Кім Америкаға 25 жыл бұрын ТМД елдерінен келді. Қазір басқа бір жерлерде жұмыс істейді. Қартайды, ағылшындары дұрыс жоқ, ақша жинамады, жеке үйлері жоқ, хостелдарда мысалы өмір сүреді. Ондай адамдар өте көп. Сондықтан ойламаңыздар, Америкаға келсеңіз, жағдайыңыз керемет болады, тағы да басқа. Мен айтып тұрмын, егер Қазақстанда жағдайың жаман
болмаса Қазақстанда істей беріңіз. Негізінде Қазақстандағы нарық америкалық нарықтарға қарағанда бәсекелестік жағынан әлдеқайда Қазақстанда бизнесті ашу жүргізу өте оңай Америкамен салыстырғанда. Американың кез келген нарығына кір, өте көп конкуренция. Өйткені біріншіден мұнда 320 миллион адамдар, және Америка ол негізінде кәсіпкерлікке негізделген мемлекет. Мұнда негізінде конкуренция өте көп. Сол жағынан мен ойымша Қазақстанда істеген дұрыс. Бірақ Америкаға келіп бір тәжірибе жинам, бір білім оқимын десең, онда әрине бұл ел дұрыс. Немесе сізде Қазақстанда жағдайыңыз өте нашар болса, онда әрине Америкаға келе беріңіз. Сол. Ғани, көп рахмет. Күшті бір әңгіме болды, шыны керек. Рахмет. Бүкпесіз бөлістіңіз. Қазақ жастары көріп отырса, үлгі алып, кеңес алды деп ойлаймын, пайдалы. Соңғы бір сұрақ, осы бизнеске мысалы, өзіңіз қанша ақша салдыңыз, және кірістер қандай, құпия болмаса? Біз негізінен бірінші үйді ашқан кезде осындай қазақи үй саласында, Airbnb-да, оны біз Pocono'да аштық, Пенсильванияда, әлі жұмыс істеп жатыр. Біз оны ашқан кезде бізде бірталай шығын өте көп кетті негізінен, өйткені бұл бірінші үйіміз болды, көп қате істедік. Мен ойымша біз оған бір 20 мыңдай салдық. Мен өзім көп кредит карталарым болды, менде өйткені ақша жетіспеді. Сол кредит карттардың барлығын пайдаланып, соны бастадық. Ол үйді біз бастадық, бірақ ол үйді Пенсильваниядағы біз көп қателік істедік. Бірақ мен ойымша бір жағынан бұл қателік, екінші жағынан біздің мақсатымыз болды, бұл сабақ алу, үйрену, тәжірибе, практика жүзінде. Бұл үйдің негізінде өзінің арендасы өте қымбат, және біз істейтін табыс кейде $500 болуы мүмкін айына таза, кейде 0, кейде білмеймін $700. Біз ол үймен енді қаржылық жағынан қатты қате істедік бір жағынан. Бірақ екінші жағынан, және ең бастысы менің ойымша, бұл әрбір жобаның бірінші жаңағы бастамасы, бұл бір есік ретінде сені ашады, сол есікке кіресің. Сондықтан бұл бірінші біздің үйіміз, мен айтқан қате ретінде бір жағынан қарастыруға болады, бірақ екінші жағынан бұл Airbnb саласына бізге есік ашқан сол үй болды. Біз сонда негізінде Пенсильванияда, Pocono'да көптеген адамдар Airbnb ашады, өте көп адамдар. Конкуренция, бәсекелестік өте көп, ол бір. Екіншіден, мен айтқан біздің арендаға алған үйіміздің бағасы өте қымбат. Ол жаңағы табыстың 90%-ын сол жейді. Сосын Пенсильванияда, Pocono жаңағы мысалы газ, свет өте қымбат. Нью-Йоркпен салыстырғанда Бруклинмен 2-3 есе қымбат. Өте таңғалдым, бірақ өте қымбат екен. Міне, сосын біз анда сыртқа далада арнайы бір джакузи сатып алдық, қонақтарды тарту үшін. Сосын мен өзім сыртта бір ошақты өзім істедім. Көптеген жиһаздар сатып алдық, соның барлығы негізінде өте қиын түсті. Міне, негізінде Airbnb саласы, менің ойымша, егер үйді жалға алып, жалға беру, бұл қиындау. Неге десеңіз, өйткені аренда ең бірінші қиындығы, бұл аренда. Ол сіздің бір 80-90%-ыңызды жеп қояды. Сосын әртүрлі жаңағы нелер, газ, свет бар, ол күрделі. Мен ойлап тұрмын, егер сіз Airbnb істеймін десеңіз, не басқа бір штаттарда оны тексеру керек. Арнайы бір веб-сайт бар, airdna.com деген. Сол airdna.com-да сонда подписканы төлеп, олар сізге статистиканы көрсетеді, қай мысалы өңірлерде табыс көздері қандай, және клиенттердің саны, жаңа occupancy дейді, қаншалықты 70% адамдар, мысалы 30 күнді алсам, сен оның 30 күнді қанша пайызын толтырасың клиенттермен, 70%, 20%, 50% болсын, сондай. Сол Pocono'да мысалы клиенттермен толтыру айына мысалы 30 күн алсаң, толтыру уақыты, жаңағы толтыру лимиті бұл көбінесе бір 50% ғана. Яғни сен мысалы біз үйді жалға $2000 аламыз. Үйді сен мысалы сен 30 күн, айына 30 күнді алсаң, сен оны бір 15 күн ғана клиентпен толтырасың, 10-15 күн бос. Яғни сен сосын сенде мысалы газ, свет бар, олар бір $800 сенен жейді. Сосын барлығын есептесең, мен айтқандай, мен алдында есептедім, қарадым, көп айлары бізде 0,
немесе минус $200 шығады, немесе бір табыс күндері болса бір 500 болып тұр. Оған салған ақшамыз бір 20 мыңнан асқан ақша салдық. Поконан да енді табатын табыс қай уақытта жақсы, бұл желтоқсан айы ғана, жаңағы Крисмас басталады, сосын жаңа жыл, сол уақыттары ғана сен сәл таба аласың, қалған уақыттары негізінде ондай қатты емес. Біз сол үйді негізінде наурызда қайтаратын боламыз, өйткені біз бір жыл бойы тексердік, табысы негізінде өте нашар. Міне, мен айтқанда, егер Airbnb-ға барам десеңіз, басқа бір штаттарды тексеріңіз, статистика, өйткені біз басында көп қателіктер істедік, тәжірибе болмағандықтан. Кейін менің пікірім бойынша, егер Airbnb істейін десеңіз, одан да үйді сатып алған дұрыс болады. Мысалы, басқа бір ішкі штаттарға барыңыз, онда үйлер 100 мыңға, 200 мыңға сатып алуға болады, және сол жерлерде сатып алған дұрыс, және сол жерде табатын табыс бір бөлігін сіз кредитке төлейтін боласыз, бірақ қалған табысы сізге болады, және үй сіздікі болады. Мысалы, 2-3 жылдан кейін үйді сатам десеңіз, оның бағасы өседі. Сондықтан Airbnb біреуден жалға алып жүргізіп, ол сізді, менің пікірім бойынша, үлкен бір қаржылық жетістікке сізді ұзақ мерзімге апармайды. Қысқа уақытта тәжірибе алу үшін әрине біреудің үйін жалға алып үйренген ол дұрыс, ол қауіпсіз. Бірақ табыс алам болашақта десеңіз, онда үйді сатып алыңыз, және үй ерекше болу керек. Өйткені қазір Airbnb-ның стратегиясы өзгерді. Қазір Airbnb-де көптеген адамдардың бизнестері құлады. Неге десеңіз, өйткені Airbnb-ның философиясы өзгерді. Airbnb көбінесе қазір, мысалы, кірсеңіз веб-сайтқа, бұл сізге әртүрлі ерекше үйлерді бірінші кезекте көрсететін болады. Қарапайым, жаңағы барлық адамдардың қарапайым жай ғана пәтер үйлерін көрсетпейді, бірақ ерекше үйлерді көрсетеді. Мысалы, бунгало, юрта ретінде, мысалы, ағаштағы үйлер, соларды бірінші көрсетеді. Өйткені Airbnb-ның философиясы қазір ерекше үйлерді бірінші көрсету. Яғни олардың идеясы туристер ерекше үйлермен, жаңа жер асты үй, үңгірдегі үйлер, соларды көрсетті. Сондықтан сіз Airbnb болашақта істеймін десеңіз, сіз ойластыру керек, сіз қаншалықты деңгейде ерекше боласыз. Егер ерекше болсаңыз, мүмкін білмеймін, судың үстінде үйді саласыз ба, әлде ауаның үстінде үй ма, немесе ағаштардың үйде ма, тағы да басқа болын, соны ашу керек, соны ойластыру керек. Егер қарапайым басқалардың үйлері сияқты болса, сіз көп алысқа бармайсыз. Сол, мен жеке алдыңғы жылы осындай бір ой мақсатым болды, бір жерді алу, және сол жерге, мысалы, қазақ үйлерді, киіз үйлерді Қазақстаннан сатып алып, әкеліп қойып, өйткені ондай бәсекелестік болмайды да, соларды қоюға. Бірақ бір жағынан оны болады, екінші жағынан бірақ оған көп шығын. Мысалы, әрбір киіз үйді сатып алу бір неше, бір $5,000-$6,000, оны тасымалдау, оған да бір $6,000 керек, бірге бір тиіп тұр да. Міне, сондықтан енді оны болашақта мен істеймін, көріп, бірақ оған бір $100-150 мыңдай керек деп ойлаймын. Сол бар, ол болашақта идея. Дәл қазір енді қанша нүктеңіз бар жалпы? Дәл қазір нүктем, менде қазір 3 хостел, сосын 3 Airbnb бар. Сосын 4 банкомат бар, мен істейтін әзірше осы. Сосын мен тағы да Etsy-де онлайн бір заттарды сатып алуға бастадым, бірақ әзірше анда сатылымдар жоқ. Сол бизнес ретінде кезінде, бизнес ішінде мен бір квот, жаңа бір цитатын оқыдым. Бизнесте сіз тек қана бір табыс көзден табу арқылы сіз ешқашанда миллионер бола алмайсыз. Сізге әртүрлі табыс көздері болу керек. Сондықтан мен қазір әртүрлі табыс көздерді іздеп жатырмын. Анда салып, мында салып, тексеріп жатырмын. Міне, сосын жаңа сұраққа байланысты мен өзім негізінде Алматы облысында дүниеге келдім. Негізінде ол дейді адамдарға Алматы деймін, негізінде бірақ Алматы облысы. Өйткені мен туған ауылымнан аты сәл бір түрлі да, үй аламда айтуға, аты Жалаңаш, негізінде сол адамдарға Жалаңаш десем бір түрлі ұятты, сосын Алматы дей беремін. Көлсай жақта ғой? Сол бара жатқан жолда. Иә. Мен негізінде, әкем негізінде өзі Алматыдан, бұл кісі дәрігер болған, сол Кеңес одағында жаңағы дәрігерлерді ауылдарға жіберген, жас дәрігерлерді жаңағы бағдарламамен. Сол ол кісі жаңағы оқуды бітіріп алып, Алматыдан сол ауылға барып, сонда жұмыс істеп, сонда біз дүниеге келдік. Анам негізінде Ақмоладан болады. Мен 5 жасымнан Ақмолада өмір сүрдім, сондықтан мен
көбінесе адамдар сұраған кезде қай жақтан, мен айтамын, мен Ақмоладан. Қазір енді Астана. Сол Ақмоладан боламыз. Сосын негізіне сол 35-ші мектепте оқыдым, 56-ші мектепті бітірдім. Мектептегі мұғалімдерге көп рахмет, өте жақсы мұғалімдер. Сосын ЕНУ-ды оқып бітірдім заң саласында. Америкада мұнда бизнес басқару саласында оқып бітірдім. Сол мен кейбір адамдарға қалжыңдап айтам, кейбір адамдар айтады ғой, сен кім болып оқыдың, тағы да басқа, немесе қандай не істеп жатырсың, мен айтамын, бизнес істеп жатырмын, хостел, Airbnb, және бұл менің практикамда, өйткені мен осы салада оқып бітірдім ғой, бизнес басқару, сол қазір соны істеп жатырмыз. Мамандығы бойынша жұмыс істейсіз. Иә, мамандығым бойынша жұмыс істеп жатырмын, қалжың етемін. Сол барлық жалпы Қазақстандағы әсіресе жастарға беретін кеңесім, жаңағы сіз жаңа ішіп, жаңа алкоголь, мен көп естимін, қазір Қазақстанда наркотик өте қатты дамып жатыр, достардан естіп тұрмын, негізінде жаңа есірткі дейді, сондайлардан аулақ болыңыз, жаңа ішіп, темекі тарту, олар негізінде сіздің денсаулығыңызға ұзақ мерзімде болсын, қысқа мерзімде болсын, кері әсер етеді. Өйткені мен мысалы, мен Америкада алкогольді де ішіп көрдім, жаңа темекті де тарттым, мен білемін, оның залалы сіздің организміңізге өте нашар да. Сіз ойлау керек, сіз өзіңіздің денеңізді, бұл сіздің бір көлігіңіз сияқты, және көлікке сен мысалы арзан бір дизель құйсан, арзан бір бензин құйсан, бұл көлігіңіз болашақта сынып қалады. Тура солай сіздің денсаулығыңыз жаңа физикалық болсын, рухани болсын, бұл сіздің көлігіңіз. Сондықтан арақ, жаңағы шараптан, тағы да басқа наркотиктан аулақ болыңыз, өйткені ол сіздің денсаулығыңызға нашар әсер етеді. Өйткені сіздің басты маңызды инвестицияңыз ол өзіңіз болып келесіз да, және мүмкіндігінше көп оқыңыз, көп кітаптар оқыңыз, көптеген заттарды, жаңа бір заттарды қорықпай істей беріңіз. Әсіресе сіз жас болсаңыз, бизнесті аша беріңіз, қорықпаңыз. Банкрот болсаңыз да, сіз мысалы банкрот болсаңыз, сіз далада қалмайсыз ғой, бір үйіңіз бірдеме табылады, сондықтан көре беріңіз. Бірақ бизнесте сіз банкрот болсаңыз да, сіз ең біріншісі бизнесте бұл тәжірибе алу арқылы, егер сізде мысалы бірталай тәжірибе алсаңыз, сіз сол тәжірибеңіз арқылы болашақта сіз жетістікке жетесіз. Сонда банкроттықты ешқашан қорықпаңыз, істей беріңіз, ол біреудің айтқанын тыңдамаңыз, көріңіз, істеңіз. Және келесі бір пікір мен беретін кеңесім, сіз мүмкін шетелге шығып елді кезіңіз, жаяу болсын, велосипедпен болсын, көптеген бағдарламалар бар, тегін волонтер ретінде басқа бір елдерге жиі жас болған кезде шыға беріңіз. Тәжірибе аласыз, өмір көресіз, сіздің дүниетанымыңыз өседі, көптеген жақсы да, жаман да адамдармен танысасыз, көптеген философиялық мектептермен танысасыз. Сондай мен ойымша сіз сыртқа шыға беріңіз, өзіңізді дамыта беріңіз, әртүрлі қоғаммен, әртүрлі шетелдіктермен танысып, солардың өмір салтын тұрып көріңіз, солардың дүниетанымын қабылдап көріңіз. Бұл негізінде дамуға өте жақсы. Менде бір досым болған Нидерландыдан, ол кісі мысалы 50 мемлекетті велосипедпен өтіп жаңағы айдап кіріп, сол елдерде тұрып өмір сүруге. Мен негізінде болашақта Құдай қаласа бір жетістікке жетсем, қаржылық, мен өзім волонтерлікпен айналысатын боламын. Сосын ойлап тұрмын, Қазақстанда бізде неше бір оқыдым статистика, 43% мектептерде туалеттер іште емес, сыртта, сосын көптеген ауылдарда таза су жоқ, жаңағы кір сулар. Сол мен ойлап тұрмын, болашақта Қазақстанда сондай бір жобаларды ашып, ауылдарға таза су әкелу, сосын мектептерге жаңағы туалеттерді мектептердің ішіне салу, сондай мен болашақта сондай бір коммерциялық емес жобам бар. Және болашақта мен ойлап тұрмын, басқа бір елдерде бір 2 жылдай ма, егер Құдай қаласа бәрі жоспармен жүрсе, жаяу әрбір мемлекетте өтіп, әрбір мемлекетте өмір сүріп, сол мемлекеттердің кітаптарын оқып, сол мемлекеттің діни, басқа болсын көзқарастарын зерттеп, өзіме қабылдап, үйренгім келіп тұр. Негізінде Ницшенің бір кітабы бар, Заратустра осылай айтты, енді мен қазақша аударып жатырмын. Оның жалпы идеясы мынандай, философиясы, кез келген адам дүниеге келген кезде бұған отбасы және қоғам қатты әсер етеді. Және қоғамның әртүрлі жаңағы стереотип, тағы да басқа. Яғни көптеген адамдар, олардың ішіндегі ой, көзқарастар, құндылықтар, олардың
көзқарастары емес, ол сізге отбасымен, қоғаммен берілген. Және менің пікірім бойынша адамда үш түрлі тәуелсіздікке жету керек. Бірінші ол қаржылық тәуелсіздікке. Сіз егер қаржылық тәуелсіздікке жетсеңіз, сіз келесі бір сатыға түсесіз. Ай, what's going? Cleaning? Жаңа мен үш шеңберді бітіріп кетейін, айтып кетпедім. Иә. Мен айтқанда бірінші адам қаржылық жетістікке, қаржылық еркіндікке жету керек. Екіншісі бұл интеллектуалдық еркіндікке жету керек, және үшіншісі бұл рухани еркіндікке жету керек. Менің пікірім бойынша әр адамда бізде үш түрлі кісен бар. Сол айтқанда бірінші бұл қаржы мәселесі, екінші бұл интеллектуалдық мәселе, үшінші бұл рухани мәселе. Егер сіз қаржылық жетістікке, жаңағы еркіндікке жетсеңіз, жаңағы қарапайым сөзбен айтқанда бай болсаңыз, сізде қаржы, үйді қалай төлеймін, кредитті қалай төлеймін, тамақты қалай сатып аламын, сондай бір проблема ойыңызда болмайды да, уайым қайғы болмайды да. Сол уайым қайғы болмағандықтан сізде көп бос уақыт болады, және сізде ақша көп болғандықтан сіз әртүрлі кітап оқи аласыз, әртүрлі курстарға қатыса аласыз, профессорлармен сөйлесе аласыз, білмеймін, философия тұрғанда тағы да басқа. Яғни сіз өз-өзіңізді ақша сізде көп болған кезде интеллектуалды жағынан дамыта аласыз. Интеллектуалды жағынан сізді дамытқан кезде сіз белгілі бір үлкен деңгейге жетіп, сіздің келесі бір соңғы бұл рухани жағынан еркіндікке жетуге сізге жол ашылады. Көп рахмет, Ғани, бүгінгі мен өте көп сөйледім. Кешіріңіз. Мына жақта енді жұмыс процесі басталып жатыр, иә. Көп рахмет уақыт ayırdınız. Бұйыртса ой қалған жоспарларыңыз орындала берсін. Бизнесте сәттілік, іске сәт. Құдай қаласа тағы да бір жолығамыз. Нью-Йоркқа келіп жатсам, қолыңызды алып кетемін міндетті түрде. Болды, рахмет.